Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Астанада есірткі сатқан 19 жастағы делдал ұсталды. Полиция Қабанбай Батыр көшесіндегі тікелей байланыссыз интернет дүкен арқылы есірткіні өткізген 19 жастағы астаналық жас жігітті анықтады. Ол халық көп жиналатын орындарға, орталық саябаққа жасырып қойып, кету арқылы есірткіні белгілі бір жерлерге қалдырып отырған. Жігіт қылмыс жасағанын мойындаған және де интернет дүкенінің жұмыс жүйесі туралы және де ол жерден алатын заңсыз сыйақы туралы айтып берген. Жеке тінту барысында одан ішінде синтетикалық есірткісі бар 40 түйіншік табылып тәркіленді. Алынған мефедрон синтетикалық есірткінің жалпы салмағы 40 грамм немесе 150 рет қолданылатын доза. Қылмыстық іс қозғалды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.